Ақсұңқар ұшармын деп мақтанба, алдыңда құрулы тор бар. Арғымақ жүйрікпін деп мақтанба, алдыңда қазулы ор бар. Білемін деп мақтанба, сенен де білгіш табылар. Пайда, мақтан, әуес қой, шайтан ісі. Көсеуің ұзын болса күймес, ағайының көп болса ешкім тимес. Ырылдарсың, қаппассың, менен жақсы таппассың. Өткелді саяз деме, таяқ салып бойлат, ісіңді мақұл деме, ағайынға салып ойлат. Жақынды жат етсен, жатқа күлкі боларсың. Қара наннан қалаш жақсы, жаман ағайыннан алаш жақсы. Жақынның үшін жақсының жағасынан алма. Үйдің жылы суығын қыс түскенде білерсін, кімнің алыс жақынын іс түскенде білерсін. Күнде жем тілеген атыңнан без, күнде сый сұраған жақыннан без. Ағайын бар болсаң, көре алмайды. Жоқ болсаң, бөліп бере алмайды. Жақсы болсаң, күн дейді, жаман болсаң, жүн дейді. Кіші пейілдің абыройы асады, тәкаппардың құты қашады. Өзімшіл өз пайдасын көздейді. Өтірікші мен өсекші егіз. Өтірікші уәдешіл. Екі суайт бірін-бірі иландыра алмайды. Сор сараңнан, өтірік арамнан шығады. Алдау бар жерде ақиқат жоқ. Өтірікшіні сөзінен емес, көзінен таны. Жатқа сыр айтпа, өзің өтірік айтпа. Мақтаншақтық өтірік айтқызады, өтірік көңіл қайтқызады. Өтірік айтып пайда тапсаң, ақырында залал табарсың. Айт арапада өтірік сөйлегеннің, намаз күні жүзі қара. Анығын айту адалдық, ала сөйлеу арамдық. Өтірікші Құдайдың дұшпаны. Өтірік ырысты байлайды. Өтіріктің алды мұз, арты ор. Бір тәңірде ғана жалған жоқ. Өсекшінің үйіне береке кірмес. Көре алмаушылық өте жаман, лас қасиет. Көре алмаушы адам ешқашан бақытты бола алмайды. Неге екенін білесіз бе? Себебі ол өзгелердің бақытын көріп, өмірінің түгелін мазасыз күйде өткізеді. Ол басқаның жеңісін көріп, оны қызғанып, үнемі ашушаң, дөрекі, долданып жүреді. Іштарлық
індет, көралмаушылық, кесір. Ағайының бар болсаң көре алмайды, жоқ болсаң асырай алмайды. Сен махаббатпен ойнасаң, тағдыр сенімен ойнайды. Тағдырдың қиыншылықтарына кез келген адам төтеп бере алады. Адамды шын сынағың келсе, оған билік бер. Сөзіңді түзе, әдетіңе айналады. Әдетің мінезіңе айналады. Мінезің сенің тағдырың. Тағдырын бүгін мұнда, ертең анда айдайды. Қыздың обалына қалма, кесірі тиеді. Тағдырдан артық шебер, өмірден артық ұстаз жоқ. Алатын кезде алға озып, беретін кезде артта бұғып қалатын, алғаны мен бергенін жіпке тізіп санайтын адамнан аулақ жүр. Ондай адамнан құтылудың өзі үлкен олжа. Өзіңізге деген көзқарасыңыз өзгелердің пікірін өзгертеді. Еш уақытта үнсіз қалмаңыз. Құрбанның ролін сомдаудан аулақ болыңыз. Өміріңіз жай ғана қабылдай салудан құралмаған жөн. Ешкім күнәсіз емес. Мен де әулие емеспін. Мен өзімді қалай дұрыс ұстау керектігін әлі де үйреніп жүрмін. Нәпақа табам деп, өмір сүруді ұмытып кетпе. Өмір қимылды талап етеді. Адам кірпіш сияқты, күйген сайын қатая түседі. Ақшаға сатып алуға болатын дүниелер өмірдің кереметтері емес. Егер бақытты өмір сүргіңіз келсе, адамдар мен нәрселерге емес, мақсатқа тәуелді болыңыз. Өмірдің ең тәтті қызығы адал достарының көп болуы. Өмір бір-ақ рет беріледі, сондықтан неге оны пайдалы қылып өткізбеске? Өмір сүрудің екі заңын білген адам бақытты болар. Бірі не болса соны жей бермей, азығына талғанмен қарайтын жан. Бірі кім болса сонымен дос болмай, айналасындағы достарын жөнімен таңдай білетін адам. Мәңгі сені жазбаған сүрінуге, қайта тұрып қақың бар жүгіруге. Мен ең әуелі сырт көрініске назар аударушы едім. Өйткені адам өмірінде оның үлкен мәні бар. Салдыр салақ адамның іс-әрекеттері сүйкімді болады деп ойланудың өзі қиын. Ғұмырыңды ұзартқың келсе, тамақты тарта іш. Аузыңа сөз тұрмастың бір жерде өзі тұрмас. Жамандауға шебер болғанша, мамандауға шебер бол.
Арадағы бозбайтал өсекші андағыны мұнда айтар, мұндағыны анда айтар. Мінгені есек, айдағаны өсек, тұла бойы есеп. Адал сөзбен айтысады, өсек сөзбен сыбырласады.